Ассалаумағалейкум, құрметті достар. 11 мамыр машина базардамыз. Бізге тапсырысқа Lada Granta автокөліктері түсіп отыр. Толық Lada Granta автокөліктеріне видео түсіреміз. Неке алдымызда Granta автокөлігіне бастаймыз. 4.990 сұрап отыр. Lada Granta мінеке 21 жыл, пробег 76.145 км. Объем двигателі 1.6 литр, қозғалтқыш көлемінде, коробка автомат дейді. Қазір көреміз. Ақ түсте. Салондар жақсы, мінекей. Автомат коробка дейді. Қозғалтқыш салондарын 2021 жылы. Мінекей Lada Granta. Есіктер ешқайсы, мынандай есіктер сарғаймаған, еш жер тот баспаған. Lada Granta. Осы көліктерді саламыз бүгін осы видеода. Тек қана Lada Granta'ды салатын боламыз. Көріңіздер, номерін қазір қалдырып өтем. Есіне хабарласып білсеңіздер болады. Салондар тап-таза, жаңа машина, 2021 жылғы. Номер бар ма, брат? Жоқ, номер. Номер 701 658 73. Осы көрсетілген номерге хабарласып білсеңіздер болады. На Granta'да сіздіге? Калина, Lada Kalina. Екінші Lada Kalina автокөлігі. Екеуінің есі бір, хозяин бір ғой жалпы. Lada Kalina, но Granta. Lada Kalina. Неке толыққан қазір салондар көрсетеміз. Салондар жақсы, шаршамаған, ешқандай өзінің несінде еш жерінде тот баспаған. Көріңіздер, жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып білсеңіздер болады. Lada Kalina. Қасымызда тағы Lada Granta автокөлігі тұр. Қазір оны түсіретін боламыз. Капоттың астындағы моторды көріңіздер. Моторын қосып түсіріп жатырмыз. Lada Granta келесінде автокөлік 2013 жылғы 2.850 мың сұрап отыр. 1.6 қозғалтқыш көлемінде. Машина автокөлік иелері құлтап кетті қазір, енді түсірілім бастаған кезде. Номер қалдырмаған енді. Қазір кеп қалған кезде нөмерін сұрап, астына жазып кетем ғой, нөмерін айтып өтеміз болмаса. Ар жақта Granta'ларды көрсететін болам. Мінекей базардың бас жағында тағы бір Granta автокөлігі тұр. 2013 жылы дейді. 2013 жылы родной краска, 1.6 қозғалтқыш көлемінде 2.300 мың сұрап отыр. Номер 776 026 70 70. Осы көрсетілген номерге хабарлассаңыздар, толық ақпарат алып
машинаны мініп тексеріп көрсеңіздер болады. Мінекей салондар таза, механика. Артық салон. Келіп көріңіздер. Нөмерге хабарласып көрсеңіздер болады. Грантаны түсіреміз тағы да. 2014 жылға 2 миллион сұрап отыр. 1.5 қозғалыс көлемінде 8708 706 0770. Осы көрсетілген нөмерге хабарлассаңыздар болады. Тікелей машинаның иесімен хабарласып, келісімін алып, тексеріп мініп кетсеңіздер ғой. Мінекей салондары, механика салондары жақсы, таза, шаршамаған ешқандай машина. Есіктен ашып көріп отырмыз. Бұл хозяин жоқ қазір, нөмерін тасып көтіпті, бірақ хозяин жоқ қасында қазір. Жоғарыдан көрдіңіздер машинаны. Машина көрдіңіздер. Қазір екі есігін ашып көрсетемін қазір. Неге? Ешқандай жер, сарғайған жерлер жоқ, тот басқан жер жоқ. Жалпы машина жақсы. Жоғарыда көрсетілген нөмерге хабарласып келісім алсаңыздар болады. Неке тағы да Лада Гранта автокөлігіміз осы жерде сатылымда. Лада автокөлігінің Гранта 2012 жылы 1.6 қозғалыс көлемінде сені 1.900 сұрап отыр. 8747 595 64 24 деген нөмерге хабарлассаңыздар машинаның келісімін алып көрсеңіздер болады. Хозяиннен Мінекей салондарын көріңіздер, механика. Ешқандай сарғайған жер жоқ, көріңіздер. Мінекей. Лада Гранта автокөлігіне қызығатын жандар, жұлып алатын варианттар бар. Келіңіздер, көріңіздер. Көріңіздер. Жоғарыда көрсетілген нөмерге хабарласып, автокөлік иесінен тікелей иесімен байланысып, келісім алсаңыздар болады. Машина мініп тексеріп алып алсаңыздар болады. Жұлатын варианттар бар. Соңғы автокөлігіміз Лада Гранта автокөлігі. Негізі 100-150 машина бар ғой бүгін. Лада Гранта автокөліктер көп бүгінше. Барынша қазір қолдан келгенше осы түсіріп жатырмын қазір. Көргендерімше басқа да автокөліктер түсіру керекпіз біз. Барынша 15 машина түсіруге тырысам. 2014 жылғы 1.5 қозғалыс көлемінде бағасы 2 миллион 100 мың сұрап отыр. 8747 595 64 24. Жаңағы нөмірмен хозяинмен бірдей барлығы есі. Номер бірдей дискілермен. Бұл арғарай толық ақпаратты автокөлік иесінен алсаңыздар болады. Өйткені ішінде адам ұйықтап жатқандықтан толық түсіре алмадым. Ішінде адам ұйықтап жатыр екен. Сондықтан рұқсатсыз түсіруге болмайтынын білесіздер. Жоғарыда нөмірге хабарласып келісіп жұлып алсаңыздар болады машинаны. Сәттілік, аман болыңыздар. Арнаға лайк басып қолдап кетіңіздер. Рахмет.